Дауылпаз жырларымен күллі қазаққа танымал болған Қасым Аманжолов 1911 жылы қазіргі Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыларай ауылында дүниеге келген. 1923 жылы Қасымды ағасы Ахметжан Семейдегі бастауыш мектеп-интернатқа түсіреді. Мектептен кейін Қасым Семей мал-дәрігерлік техникумында оқиды. 1930 жылы Алматыға келіп, Лениншіл жас газетінің редакциясына қызметке орналасады. 1931 жылы Ленинградтағы орман шаруашылығы институтына түседі, бірақ аяқтай алмайды. Оралға келіп, екпінді құрылыс газетіне жұмысқа тұрады. Алғашқы өлеңдерін Қасым Семейде жазған. Олар Қабырға газетіне ғана басылып жүрген. Бұл өлеңдер жазылған дәптері кейін жоғалып кеткен. Сондықтан 1930 жылдарға дейін жазған өлеңдері сақталмаған. Ол жылдарда жазылған өлеңдері өзі қызмет істеп жүрген Лениншіл жас, Қызыл әскер, Пионер газеттерінде жарияланған. Қасым Аманжоловтың ақын, азамат болып қалыптасуына Орал қаласы үлкен әсер етті. Осы қалада ол ең алғаш махаббат, жастық жырларын жазды. 1935 жылы әскер қызметінен босай сала, Қасым Оралдың театр труппасын ұйымдастырып, өзі көркемдік жетекші болды. Осы кезде Қасымның ақындық, әншілік, әртістік таланты жұртшылыққа танылды. 1936-1941 жылдары Қасым Аманжолов Алматыға келіп, социалистік Қазақстан, Лениншіл жас газеттерінде жазушылар одағында қызмет істеді. Бұл кезде ол өлеңмен қатар әртүрлі тақырыпта мақала, очерк, фельетондар жазады. 1939-1941 жылдар аралығында Қасымның шығармашылық өрлеу дәуірі басталды. Осы кезеңдерде жазған өлеңдерінде ақынның өрісті ойлары, терең сезім қуаты, өткір тіл байлығы байқалады. Және де Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Байрон, Маяковский шығармаларын қазақ тіліне аударуы Қасымның шығармашылық өнерінің өсу жолын анықтай түседі. Қасым қалың жұртшылыққа өзінің ақындығы, аудармасымен ғана емес, сонымен қоса әнімен, домбыра, сырнай, скрипка, фортепианода ойнайтын әдемі өнерімен де танылған. Ол өз өлеңдеріне ән шығаруды да өзінің хоббиі санаған. Дариға Солғыз, Туған ел, Өзім туралы, Айтшы жаным атты өлеңдері бүгінгі жақсы әндер қатарына қосылады. Қасым Аманжоловтың бірінші өлеңдер жинағы 1938 жылы Өмір сыры деген атпен шықты. 1940 жылы Қасым Маяковскийдің 10 шақты өлеңін аударып, 1941 жылы Бар дауыспен деген атпен жеке жинақ етіп жариялады. Қасым лирик ақын ғана емес, эпик ақын. Ол әдебиетте Махамбеттің ақындық дәстүрін жалғастырды. 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысып, жауға қарсы қолындағы қарумен де, қаламымен де белсене күресті. 1943 жылы сұрапыл соғыс кезеңінде ақын өзінің жақын досы, жас ақын Асқар Жұмағалиев туралы Ақын өлімі туралы аңыз атты поэмасын жазды. Өз айтқандай, дауыл мен оттан жаралған ақынды туған елі, Қарқаралы халқы дауылпаз ақын деп атайды. Себебі Қасымның қай өлеңін алсаңыз да, дауыл, найзағайлы қара бұлт, от жалын қаптап жүретіні рас. Оның соғыстан кейінгі тұңғыш жинағының аты да Дауылпаз деп аталады. Ақынның 100 жылдық мерейтойына орай белгілі ақын Серік Сағынтайдың ұйымдастыруымен Қасым атты республикалық әдеби қоғамдық журнал жарық көрді. 200 беттен тұратын бұл журнал 2 айда бір рет жарық көреді. Онымен қоса Қасымның Өзім туралы, Дариға Солғыз, Айтшы жаным, тағы да басқа 18 әні енген ән жинақ жарық көрді. Қасым ақынның 1 жылдығында Әбілді Тәжібаев атамыз жыл болды ақын жүрек тоқтағалы. Біз оны көп айтармыз, жоқтап әлі деген екен. Көреген ақынның айтқаны дәл келіп, дүниеден өткеніне 100 жыл өтсе де, біз Қасым ақынның ерекшелігін, даралығын айтып тауыса алмасымыз анық. Сенем, саған деген махаббатым ескіріп жер астында қалмас шіріп дегендей, артында жалынды жырлар қалған Қасым ақынның аты ешқашан өлмек емес. Ақын бізге жоғарыдан қарап, ей, тәкаппар дүние, маған да бір қараш. Танисың ба сен мені? Мен қазақтың баласы деуін тоқтатар емес. Дүниеге келер әлі талай қасым, олар да бұл қасымды бір байқасын. Өртке тиген дауылдай өлеңімді қазақтың өз емес деп кім айтарсың? Деп жасын жырларымен өзіне мәңгілік ескерткіш орнатқан ақын миссиясы ғасырлардан ғасырларға жалғасатыны сөзсіз. Өмірден ерте кеткенімен Қасымның мәңгі жасайтын жырлары қалды. Сол жырлары ақын атын өлтірмейді. Бүгінгі сабағымыздың жаңағы видео барысында қарастырып отырған жұмысымызда кіммен таныстық деп ойладыңыздар?
Жақсы, Қасым Аманжоловпен таныстық. Ендеше Қасым Аманжоловтың өмір дерегінен қандай ой түйдіңіздер? Не білдік, не түсіндік? Қасым Аманжолов 1911 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы ауылында дүниеге келген. Шығармашылығының жанрлары поэма, поэзияға бөлінеді. Қасым Аманжоловтың көптеген шығармашылықтары бар, бірақ ең кең тарағаны өзім туралы өлеңі. Қасым Аманжоловтың өзім туралы өлеңінде көптеген сан қырлы мағыналы шығарма, автордың өз тағдыры туралы ой толғаныс жазады. Жалпы шығарма автордың өзінің позициясы, автордың өз тарапынан айтылғандықтан ол автобиография деп аталады. Сондықтан ақын өзім туралы өлеңінде аға ұрпаққа аманат, келер ұрпаққа парыз, адам тіршіліктің мәні, адамзат тіршілігіне жеке тұлғаның мұраты, адам болмысының орны, өкініш пен өмір, ұрпақ пен дәстүр сабақтастығы сияқты көптеген тақырыптардың шеңберінде өзім туралы өлеңі жазылады. Бұл шығарманың негізгі арқауы ақынның өзінің басынан кешкен тағдыры және соғыс тылдарындағы азаматтардың басынан кешкен қиын апатты күндері тағдырларының барлығы осы шығарманың ішінде сипатталып жазылады. Біз жаңа ақпарат деректермен барлығымыз қарастырып шықтық. Сонда ақпарат деректерде Қасым Аманжолов жайында қандай сыни пікір көзқарастар бар екенін біз байқадық. Кім айтады екен? Қасым Аманжолов қазақтың ұлтты ақыны атты мақаласында шынында да Қасым өзі айтқандай дауыл мен оттан жаралған ақын еді. Қасымның қай өлеңін алсаңыз да дауыл найзағайлы қара бұлт, от жалын қаптап жүреді деген Ғафур Қайырбеков. Поэма туралы айтылған Ғабит Мүсірепов Қасым ақын жанының бар толғанып кеп күшін, сезім тереңін түгел бере алған. Жалында сөзбен алуға аттандырар, жан сезімін жас тамшылатар ақын сөзі өзінің жүрегін тербей шыққан. Қасым поэмасы майданнан соққан жаңа леп сияқты деп жазса, Әбділда Тәжібаев бұл батырдың қанымен жазылған, әр сөзі оқ болып атылып, от болып шашырап тұрған оптимистік трагедия деп бағаланған. Қасым қазақтың ұлттық ақыны мақаласында ақындықтың осындай биік рухын біз басқаларға қарағанда Қасым бойынан анығырақ көре алатынымыз даусыз. Серік Қирабаев. Енді біз шығармаға сүйене отырып, ақынның шығармаларының ақиқат және жалған екенін анықтауымыз керек. Қазір тақтаға назар аударыңыздар. 1941-43 жылдардағы қанды қырғын қып-қызыл өрттің ішінде болды ма ақын? Егер болды десеңіздер, ақиқат не жалған, қайсы екенін анықтауларыңыз керек. Ақиқат дұрыс бізде. Ақын Семей қаласында туды ма? Жалған. Дауыл стих нұрлы дүние ақынның туындысы, әлде басқа ақынның туындысы ма? Жалған. Себебі бұндай туындылар жаңа біз қарастырып шықтық, ол Қасым Аманжоловтың туындысы емес екенін біз байқадық. Сұлтанмахмұт туралы баллада, Бурабай толқындары, Дауыл, тағы басқа шығармалары. Ақиқат Қасым Аманжоловтың шығармалары екен. Жақсы, рахмет. Енді біз Қасым Аманжоловтың өзім туралы өлеңінің семантикалық кесте сатысына келіп жеттік. Шығармашылық талдау жұмысы. Қазір кестеде мен сіздерге көрсетіп қойдым. Әр шумақтың тақырыбы және шумақ санының көрсетілімі мысалмен дәлелдеуі. Мұнда тақырыпта дейді, ақынның өзіні таныстыру бірінші, екінші шумақта кездесе дейді. Аманжол Рақымжанның Қасымымын. Өлең туралы толғанысы 11-ші тармақта, ары қарай сіздер жалғастырасыздар. Серінің семсеріндей сертке берік дейді. Келесі жері өмір мен өлімнің жайлы толғанысы 7-8-ші шумақта, ары қарай сіздер жалғастырасыздар. Бір күнім от пен өмір қалса өшіп дейді. Туған ел, жер туралы толғанысы 5-ші шумақта көрсетіледі. Дүние жалт-жұлт еткен кең мекенім дейді. Міне сіздер осыны ары қарай қазір әрқайсыларыңыз топтарыңыздың алдарыңызда қағаздарыңыз бар. Сол жұмысқа түсіріп, талдау барыстарыңызда көрсете қоясыздар. Бұл жерде көркем шығарманың тіліне талдау сатысы басталады. Өмір менің өлім жайлы толғанысы 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11, 21, 22-ші, 23-ші шумақтарда кездеседі. Туған елі жер толғанысы 5-ші, 6-ші, 7-ші, 18-ші шумақтарда кездеседі. Келесі сабағымыздың тапсырмасы, 3-ші тапсырма талдау жинақтау тапсырмасы. Онда Қасым Аманжоловтың өлеңін көркем шығарманың тіліне талдаймыз. Мен сіздерге көркем шығарманың мына жерде талдау құрылымын көрсетіп қойдым. Бірінші метафора, епитет кейіптеу, лирикалық қаһарман, эпитет теңеу, метафора, дерексіз ұғымды деректендіру. Сандық 9 құрылымды көрсетіп қойдым. Енді осыны біз өлеңнің құрылымының ішінен тауып, ары қарай талдап жалғастыруымыз керек.
Өзге емес, өзім айтам өз жайымды, жүрегім жалынатқан сөз дайымды, тереңде тұнып жатқан дауыл күйді тербетіп тулатып бір толғайында дейді Қасым Аманжолов. Енді осы шумағының ішінде қай жерінде біздің көркемдегіш тәсілдердің құрылымы қалай көрсетіліп тұр? Жүрегім жалынатқан дейді. Бір деген санды қойып отырмыз, метафора. Келесі тереңнен тұнып жатқан дауыл күйді. Екі деген санды қойдық, эпитетті метафора дейміз. Тербетіп деген сөзге біз 4 деген санды қоямыз, өйткені кейіптеу. Әдетте тербетіп дегенде біз қандай жағдайда? Біздің өзіміздің дәстүрлі ұлттық құндылығымыз қазақ халқына бесік тербету дейміз. Сондықтан Қасым Аманжолов өзінің өлеңін тербетіп тұр. Сондықтан бұл жерде біз ұлттық құндылығымыз болғандықтан бұл жерде біз кейіптеу деп атаймыз. Жандыға жансыздың іс-әрекетін қолдану арқылы. Міне осы арқылы Қасым Аманжолов өзінің келесі шумағында, екінші шумақта Қасым Аманжоловтың Рақымжанның қасымымын, мен қалған бір атаның қасырымын, біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын дейді. Бұл жерде ақын жасығымын, асылымын деп екі ұғымды қатар қойып, біреуге қымбат болса, енді біреуге ол арзан екендігін автор түсіндіреді. Себебі неге? Өйткені ақынның балалық өмірі жетімділікпен өтті. Сондықтан ақынның бұл өлеңіміз басында айтып кеттік, ақынның өз өмірінен алынған туынды екен. Сондықтан бұл жерде біз бір деген сан метафора деп қолдандық. Енді мен сіздерге осы шумақтың жалпы құрылымы 26 шумақтан тұрады. Ары қарай сіздер талдап жалғастырасыздар. Келесі тапсырмамызда осы құрылымды көрсете отырып, талдау сатысын сіздер қазір көрсетесіздер. Оны мен топ бойынша сіздерге көрсетіп анықтап қойдым. Үшінші тапсырмамыздың барысында жинақтау талдау сатысы, жалпы топтық жұптық жұмыс. Бұл жерде ақын Қасым Аманжоловтың өлеңін құрылысына қарай талдау. Сіздерге енді қалай талдаймыз? Бізде топтық жұмысымыз бірінші топ 1-ші 6-шы, екінші топ 7-ші 12-ші, үшінші топ 13-ші 19, төртінші топ 20-26-шы шумақтармен жұмыс жасаймыз. Онда жаңағы мен көрсетілген көркем шығарманың құрылымына қарай талдау сатысы бойынша 9 талдаумен талдау барысын арғай жалғастырасыздар. Бұл сіздердің практикалық жұмыстарыңыз. Ал талдау барысында топтық жұмысымызды бастаймыз. Метафора мен эпитетті таптық. Бұл 4-ші шумақтың соңғы жолдарында жалынды жыр жолында метафора қызылшық эпитет болып табылады. 14-ші шумақтың 1-ші тармағында балшық деген сөзінде эпитет метафора болады. Және де 14-ші шумақтың 3-ші тармағында серінің семсеріндей деген метафора және де тене болып келеді. Автор Қасым Аманжолов өлең өзім туралы. Жанры лирика, азаматтық лирика. Идеясы ақын заманы мен қоғам арасындағы қарама-қайшылық баса айтады. Өлең құрылысына талдау 26 шумақ, 100 тармақ, 12-11 буынды, 3 буынақты, қара өлеңді ұйқастығы. Келесі тапсырмамыз шығармашылық тапсырма. Тапсырмамызда идеялар жинақтаймыз, түйіндейміз, әр топ шығармашылық көзқарасты білдіреді. Бірінші, екінші топ біз білмейтін бір дерекке хат жазу, үшінші, төртінші топ Қасым Аманжоловтың өмірі мен шығармашылығы жайында репортаж түсіреміз. Ал жұмысымызды арғай жалғастырамыз. Эссе жазу және репортаж түсіру болып жалғасады. Сөзі от пен дауылдан жаралған ақын. Өмірге ғашық болмаған адамның жақсы ақын шықпайды. Шайыр болу үшін мына шексіз дүниені құлай сүю керек. Ғаламда аса сүйген болуы керек. Әдебиет деген әлемде қарқынды өлеңдері өрнекті мәртебелі сырлы қуатты болған кіршіксіз таза бұлақтардың бірі Қасым Аманжолов поэзиясы. Өкінішті, әдебиеттегі қыршып кеткен шоқтығы биік болғанның бірі Қасым Аманжолов болды. Мен репортажы бойынша сізге қоятын сұрағым, Қасым Аманжоловтың қай жылы дүниеге келгенін айтыңыз. 1901 жылы Қарағанды облысы Қарқалы ауданында келді. Мен сізге қоятын сұрағым, Қасым Аманжоловтың шығармалары қандай жанрлар болады? Қасым Аманжоловтың шығармалары жанры поэзия, поэма, сонымен қатар оның аудармалары бар. Сабағымыздың соңғы мәресіне де келіп жеттік. Сабағымыздың соңында кері байланыс жасаймыз. Бүгінгі кері байланысымыздың SMS әдісі бойынша сабағымызды бекітеміз. Мында 3 тақтайшада SMS әдісінде бірінші тақтайшада өте жақсы түсінемін, мен үшін қызықты болды деген студенттер болса, бұл тақтайшаға жазамыз. Келесі SMS мен сабақты жақсы түсіндімесе екінші тақтайшаға, үшінші тақтайшада тыңдап тақырып бойынша әлі де білгім келеді деген студент болса, үшінші тақтайшаға толтырамыз. Сондықтан бүгінгі сабағымыздың нәтижесін осы кері байланыс арқылы мақсатты
қаншалықты деңгейде білім алдыңыздар, қалай түсіндіңіздер, бүгінгі сабақтың қызықты болған жері, өте әсерлі болған жерлерін сіздер осы SMS тақтайша арқылы маған жібересіздер. Енді сабағымызды ары қарай бекітуіміз керек. Сабағымыздың бекіту барысында біз білу, түсіну, қолдану, жинақтау, талдау, синтездеу, бағалау сатысының барлығынан өтіп шықтық. Барлығын сәтті аяқтадыңыздар, керемет орындадыңыздар. Енді сіздерге мен қазір пирамида берем. Осыны әр топтың спикерлері шығып, пирамиданы орналастыру керек. Сол орналастыру барысында әр топ өзінің бүгінгі сабақтан алған жетістігін дәлелдеу керек. Бүгін біз сабақта Қасым Аманжолов туралы оның өмірбаяны және шығармашылықтарымен таныстық. Жақсы. Бірінші пирамидамыз түсті. Келесі. Менің тобым ақынның кең тараған өзім туралы өлеңімен танысып тапсырма орындады. Жақсы. Келесі. Біздің топ өзім туралы өлеңін тыңдап, идеясын аша алды. Жақсы. Келесі. Әдебиеттегі шоқтығы биік Қасым Аманжолов. Біз оның өмірбаянымен ерекше таныстық, және де біздің топ оны түгелімен білді десек те болады. Жақсы. Керемет. Келесі. Біздің топ бүгін Қасым Аманжоловтың шығармашылығымен толықтай танысып, өлеңін талдай білді. Жақсы, рахмет. Талдау, қолдану, жинақтау, барлығын қайттыңыздар, іске асыра білдіңіздер. Біздің бүгінгі сабақтан алған әсеріміз бізге берілген тапсырмада кесте, бейнеролик және де жаңағы соңғы алған репортаж бізге өте қызықты және әсерлі болды. Жақсы, рахмет. Бүгінгі сабағымыздың мәресіне келіп жеттік. Сабағымыздың соңында сіздер мен жаңа берген тапсырма пирамиданы құрастырыңыздар дедім. Барлық топ пирамиданы құрастырып шықтыңыздар. Пирамида Блум таксономиясы бойынша 6 сатысы, 6-ауында сіздер білу, түсіну, қолдану, бағалау, жинақтау, бекіту сабағына дейін мәресін көрсетіп шықтыңыздар. Енді мен бүгінгі сабақтың нәтижесіне жетті деп сіздерге ең бастапқы шыңын бекітемін. Барлықтарыңызға ризамын. Бүгін сабақта белсенді араласқандарыңыз үшін.